3 тамызға арналған күнделікті нақты, сапалы жұлдыз жорамал. Күнделікті жұлдыз жорамалыңызды бірінші болып есту үшін арнаға жазылып, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Сонда сіз бірінші болып естисіз. Лайк басып пікір қалдырсаңыз қуанып қаламыз. Тоқта, бүгін көлеңкеде қалуға тырысудың қажеті жоқ. Бұл күн сіз үшін арнайы өзіңізді көрсетіп, қабілеттеріңізді дәлелдеу үшін арналғандай. Жас тоқтылар ересектердің құрметіне ие бола алады. Олар бұған дейін сізге жоғарыдан қараған. Ал жасы үлкен тоқтылар заманауи технологияларды, жаңа бағдарламалар мен гаджеттерді оңай меңгере алатынын көрсетіп, барлығын таңғалдырмақ. Түс ауа тосын кездесулер болуы мүмкін. Бейтаныс, сіздің таныстарыңызға мүлде ұқсамайтын адам қызықты сұхбаттас әрі жағымды серік болып шығады. Ол ұсақ қиындықтар туындаса көмектесіп, жалпы жақсы әсер қалдырады. Бұл жаңа романтикалық оқиғаның бастауы болуы мүмкін, бірақ тек сіз бастаманы өз қолыңызға алсаңыз ғана. Жақындарыңызбен қарым-қатынаста тым талапшыл болмауға тырысыңыз. Бүгін сіз олардан толық қолдау мен түсіністік күтуге бейімсіз, бірақ бұлар әрдайым бола бермейді. Қайта-қайта қарапайым нәрселерді түсіндіруге, көптеген сұрақтарға жауап беруге дайын болыңыз. Бүгін сізге ең керек қасиет сабыр. Тек осының арқасында ғана сіз ыңғайсыз жағдайға тап болмай, жақындарыңызды ренжітпейсіз. Торпақ, керексіз әңгімелерден аулақ болу үшін көп күш жұмсауға тура келеді. Сіз күрделі мәселелерді кейінге қалдыруға, ренжітетін сөздер айтпауға, түсініспеушілікке әзілмен қарауға дайынсыз. Бірақ айналаңыздағы адамдар дәл солай әрекет етуі қиын. Қайта кейбіреулері сізді әдейі ашуландыруға тырысуы мүмкін. Көптеген торпақтар ашу ызаны іште сақтап, сабыр сақтауға тырысады, бірақ бұл олардың денсаулығына кері әсер етеді. Бас ауруы, әлсіздік, шаршау болуы мүмкін. Осындай сәтте өзіңізді түсінетін, жақсы көретін және бағалайтын адаммен немесе жалғыз болуға уақыт бөлсеңіз, күш-қуатыңыз қалпына келеді. Шын мәнінде қызықты істермен айналысыңыз, ал зеріктіретін, шаршататын жұмыстарды кейінге қалдырыңыз, не біреуге тапсырыңыз. Көмек қолын созатындар табылады, бірақ олардың бәрі көмекті ақысыз жасай бермейді. Сондықтан алдын ала ризашылығыңызды қалай білдіретініңізді немесе қандай қызметпен қайтара алатыныңызды ойластырыңыз. Егіздер, бұл жексенбі ең жақсысы ешқандай шаруа жоспарламай, бар уақытыңызды жақын жандарыңызға арнау. Бүгін сізге сүйікті адамдардың қолдауы өте маңызды. Сезімдеріңізбен, ойларыңызбен соңғы уақытта жеңіп шыққан қиындықтар мен жетістіктеріңізбен бөлісуден ұялмаңыз. Мұндай әңгімелер көңіліңізді жеңілдетіп, жақсы демалуға мүмкіндік береді. Егер дереу шешуді қажет ететін мәселелер болса, оларды жалғыз шешуге тырыспаңыз. Көмек ұсынатындар ескіде, жаңа таныстар болуы мүмкін. Екеуінің де көмегін қабылдауға болады, бірақ олардың жұмысын бірнеше рет тексерген артық етпейді. Бүгін ақша мәселесіне де мұқият болыңыз, әсіресе біреуге әсер қалдырғыңыз келсе. Өте қымбат сыйлық немесе ерекше көңіл бөлу адамды қуантудан гөрі күмән тудыруы мүмкін. Жалпы бүгін үнемші болған жөн. Ересек егіздер ұсақ түйек жайсыздықты аса сезімтал қабылдауы мүмкін. Айналадағыларды өзіңіздің ашуыңызбен ренжітіп алмауға тырысыңыз, және ұзақ кезектер, ыңғайсыз аяқ киіммен серуендеу сияқты жағымсыз жағдайлардан аулақ болыңыз. Шаян, маңызды нәрселер туралы сөйлесетін уақыт келді. Бұны сіздің интуицияңыз бұрыннан сезіп жүрген, ал енді нағыз сәті туды. Ол жұмысқа, отбасы өміріне, болашақ жоспарларға немесе басқа нәрселерге қатысты болуы мүмкін, маңызды емес. Бастысы, сізді тыңдайды, түсінеді және қолдауға тырысады. Бұл күн әсіресе сүйіктісіне ауыр шындықты айтуға көптен бері дайындалып жүрген шаяндарға ерекше болады. Бүгін мұндай әңгіме жеңіл өтуі мүмкін, тіпті екі жақты қанағаттандыратын шешімде табылады. Жас шаяндарды жаңа қызықты таныстықтар күтуде. Бұл адамдар сіздің хоббиіңізді бөлісетін болуы мүмкін, сондықтан сүйікті ісіңізге қатысты іс-шараларға қатысудан. Күннің екінші жартысында қаржылық жағдайға мән берген жөн. Табыс табуға қатысты жаңа мүмкіндіктер ашылуы мүмкін, осыған дейін байқалмаған жолдарды көресіз.
Арыстан бүгін кез келген іспен айналысуға болады, егер ол тегін болса. Бірақ ақша жұмсауға келсек, жақсылап ойланыңыз. Бұл әсіресе біреу сізге бірегей немесе өте тиімді ұсыныс жасағанда маңызды. Толық ақпарат алмайынша келіспеңіз, сенімді адаммен ақылдасқаныңыз дұрыс. Жұмыс немесе шығармашылық жоспарларды талқылауға тамаша күн. Жаңа идея пайда болса, оны басқалармен бөлісіңіз. Олар сізге оны жүзеге асыру жолдарын айтып көмектесе алады. Тұрмыстық істерде де жағдай ұқсас, бірақ нақты көмекке қарағанда кеңес көп болады, сондықтан бәрін өзіңіз жасауға тура келеді. Бұл жексенбі алғашқы кездесу немесе ұнататын адамыңызбен сөйлесу үшін өте ыңғайлы. Қалай дұрыс әрекет ету керегін бірден түсініп, керекті сөздер табасыз. Бірақ өзіңіз аздап ренжіп қалуыңыз мүмкін, үмітіңіз ақталмай қалуы ықтимал. Ал тұрақты қарым-қатынаста жүргендер үшін бұл күн өте жағымды өтеді. Ерекше ештеңе жоспарламасаңыз да, бірге өткізген уақыт қуаныш әкеледі. Бикеш ашық сөйлесу сізге көмектеседі. Бұрын талқылауға батылыңыз бармаған көптеген ескі мәселелерді анықтауға мүмкіндік туады. Көптеген бикештер басшылықпен және әріптестерімен оңай тіл табысады. Бірлескен жұмыс табысты болады. Шетелдік серіктестермен тиімді ынтымақтастық орнатуға мүмкіндік бар. Мәдени іс-шаралар, конференциялар, ресми кездесулер мен көпшілік алдында сөз сөйлеу үшін қолайлы кезең. Жаңа таныстарға жақсы әсер қалдырып, өзіңізді жақсы қырынан көрсете аласыз. Барлық күш-жігеріңіз бірден нәтиже бермесе де, тырысып көру керек. Сіз тек қазіргі міндеттерді орындап қана қоймай, болашақ табыстарға берік негіз қалайсыз. Кездейсоқ сатып алулар мен ойын-сауыққа көп ақша жұмсамаған дұрыс. Есесіне маңызды нәрсеге жинақ жасау жақсы жүреді. Жақын адамдармен келіспеушілік пен реніштен қашып құтылу қиын. Ешкім ымыраға барғысы келмейді, сондықтан күрделі жанжалдар туындауы мүмкін. Ондай жағдай болса, қарым-қатынасты қалпына келтіру үшін бірінші болып қадам жасаңыз. Таразы эксперимент жасағыңыз келе ме? Өте жақсы идея. Бұл күн қарапайым істерді жаңа тәсілмен орындап көруге таптырмас мүмкіндік береді. Шығармашылық көзқарастың арқасында әдеттегіден әлдеқайда тиімді жұмыс істейсіз, уақытыңыз бен күшіңізді үнемдейсіз. Бірақ бір саладан сақ болыңыз, бұл қаржы. Ақшаға қатысты істерде тәуекелге бармаңыз. Қаражатқа қатысты ұсыныстарды байыппен бағалап, маңызды құжаттарға қол қоюға асықпаған жөн. Романтикалық қатынастар үшін күн өте қолайлы. Сүйіктіңізбен саяхатқа шығуды ойлап жүрсіз бе? Алғашқы кездесуге барасыз ба? Өте жақсы. Тек үйде отырып сериал көргіңіз келе ме? Бұл да керемет идея. Ұсақ түйекке бола ұрыспайсыздар, қарым-қатынас тек жағымды эмоциялар сыйлайды. Жаңа танысу үшін де жаман күн емес. Бірақ заманауи технологияларға қатысты, мысалы, танысу сайттар мен қосымшалар арқылы, бәрі ойдағыдай болмауы мүмкін. Ретроградты Меркурий бұл салаға да әсер етіп тұр. Сондықтан тек фотодан көрген адамға сене бермеңіз. Саршаян бүгін қандай тақырып болмасын, айналаңыздағылармен тіл табысу әдеттегіден қиын болады. Тіпті сізбен әрдайым келісетін адамдардың өзі бүгін ерекше қырсықтанып, тіпті ең қисынды уәждерді де елемеуі мүмкін. Сіздің міндетіңіз сабырлы болып, әңгімені ренішсіз, конструктивті жүргізу. Егер әсіресе сезімтал біреуді ренжітсеңіз, қарым-қатынасты қалпына келтіруге көп уақыт кетуі мүмкін. Есесіне жалғыз әрекет етіп, үлкен жетістіктерге жетуге болады. Қалыпты әдістер жұмыс істемеген күннің өзінде сіз жаңа жолдарын таба аласыз. Екінші жарты күн тамаша идеяларға толы болады. Ойыңызға келген нәрсені міндетті түрде жазып алыңыз. Ақшаға, әсіресе бөтен ақшаға өте сақ болыңыз. Бүгін бөліп төлеуге сатып алу, несиеге көңіл көтеру, бәрінен аулақ болу керек. Қаржылық міндеттемелерді орындау күткенмен қиынға соғады. Бүгін барынша тыныш демалысқа уақыт табуға тырысыңыз, эмоционалды жағдайды тұрақтандыратын, ұшқит кернеуін жеңілдететін істер пайдалы болады. Мерген бүгін маңызды істерді кем дегенде түске дейін кейінге қалдырған жөн. Таңертең ойыңызды жинақтау қиын болады, ал бұл қателіктер ықтималдығын арттырады. Бұл әсіресе сапарға шыққалы жүрген мергендерге қатысты.
маңызды нәрсені ұмытып кету, таныс бақытта адасып кету себеп вокзалы. Егер жаныңызда бәрін бақылап, еске салып, ұйымдастыруды өз мойнына алатын серігіңіз болса, бәрі әлдеқайда жеңіл болады. Ал күннің екінші жартысы әлдеқайда сәтті өтеді. Сіз жинақы әрі сергек боласыз, ал тапқырлығыңыз үлкен артықшылыққа айналады. Егер бәсекелестеріңіз болса, олардан озып кетудің жолын табасыз. Бұл жеке өмірге де қатысты. Егер сіз махаббат үштігіне тап болсаңыз, бүгін одан шығудың жолы табылып, бәрін өз орныңызға қой аласыз. Ал жаңа таныстықтарға ашық мергендер бүгін тартымды адаммен кездесіп, оны бірден баурап алады. Тәуешкі таңертеңгі уақыт күрделі болуы мүмкін, әсіресе әдеттегіден ерте оянған тәуешкілер үшін. Бұл кезде сіз эмоционалды түрде әлсіз, асығыс шешімдер мен әрекеттерге бейім боласыз. Ең көп қиындық туғызатын сала қаржы. Бірдеңеге ақша шашқыңыз келіп тұрады, мысалы, көңіл көтеруге немесе ұсақ түйек затқа. Өкінішке қарай, мұндай шығындар көңіл күйді тек уақытша ғана жақсартады, ал кейін өзіңізге ашуланасыз. Бірақ уайымдамаңыз, жағымсыз үрдістер ұзаққа созылмайды. Түстен кейін бәрі жақсарады. Бұл уақыт отбасыға байланысты істерге өте жақсы келеді. Алыс туыстарға қонаққа баруға, ата-ана және балалармен бірге серуендеуге болады, бәрі риза болады. Сүйіктіңізбен қарым-қатынаста жағымды өтеді, әсіресе соңғы күндері ішкі сезімдерін бөлісе алмаған тәуешкілер үшін. Кешке жақсы жаңалық немесе бас тартқыңыз келмейтін қызықты ұсыныс күтіп тұр. Көптеген тәуешкілердің денсаулығы да жақсарады, себебі оң эмоциялар өте көп болады. Су құйғыш барлығын жалғыз жасау міндет емес, тіпті мүмкін емес. Бұл ойды ертерек түсінсеңіз, күніңіз соғұрлым қызықты әрі жағымды өтеді. Ең қырсық су құйғыштар да тауды қопаруға тырысып көреді, және кешке қарай өздерінің мұны істей алғанына сеніп қалуы мүмкін. Бірақ соған кеткен күш көп болады, ал демалуға уақытта қалмайды. Сондықтан бұлай істемеген дұрыс. Бұл күн жоспарларды талқылауға, бірлескен әрекеттерге келісуге, жалпы қарым-қатынас орнатуға өте қолайлы. Сізді қызығушылықпен тыңдайды, ал бұрын сөздеріңізге назар аудармаған адам енді сізді байыппен қабылдай бастайды. Тіпті ең қиын жасөспірімдермен де бүгін сөйлесуге мүмкіндік туады. Бұл сәтті күннің екінші жартысында өткізіңіз. Кешке шағын үйшілік мереке ұйымдастыруға болады, бәрі көңілді өтеді, ұзақ есте қалады. Себеп табылмай жатса, қарбыз күнін тойлаңыз, немесе өзіңіз бір қызықты сылтау ойлап табыңыз. Бүгін сізде бұл керемет шығады. Балықтар күнді сізді қызықтыратын және шабыттандыратын нәрседен бастаңыз. Бұл ерекше әрі жағымды іс болуы мүмкін, не болмаса қарапайым. Өзіңіз істейді. Бастысы, өзіңіздің ішкі қалауыңызды тыңдаңыз. Кем дегенде біраз уақыт бойы сізге беріліп жатқан кеңестерге, жазылмаған ережелерге, немесе айналадағы адамдардың наразылығына мән бермей қойсаңыз болады. Түске қарай жақындарыңызбен аздаған келіспеушіліктер туындауы мүмкін. Бірақ сіз оған аса мән бермейсіз. Бұл дұрыс шешім, бәрі тез ұмытылады. Романтикалық қатынастар тұрғысынан алғанда, бұл уақыт балық иелеріне өте қолайлы. Алғашқы кездесуге бара қалсаңыз, ерекше тартымды болып көрінесіз, тіпті ең талғампаулап. Ал балық әйелдеріне тосын романтикалық сыйлықтар, жасырын жанкүйерлерден нәзік ишаралар күтіп тұр. Олар сезімдерін ашық айтпағанымен ойларындағына шебер жеткізеді.